Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің рецебім бойынша палау баспақпын. Палау басу үшін маған ет керек, сарымсақ керек, ашты сарымсақ керек, яғни чеснок, сәбіз керек. Әрине, күріш керек. Әмбебап дәмдегіш керек, паприка керек, зира керек, тоз керек, қара бұрыш керек, қызыл бұрыш керек. Міне, керек заттарымызды турап алдық. Етті не қатты үлкен емес, не қатты ұсақ емес, орташа қылып турадым, кубиктап. Сәбізді соленка етіп ұзыншалап турадым. Сарымсақты да солай, чеснокты ұсақтап турадым. Қазанға майымызды қыздырып, етімізді салып қуыра бастаймыз. Бисмилля. Етіміз қуырылып жатқан сәтте біз күрішімізді жылы сумен 2-3 қайтара 2-3 рет жуып аламыз. Шамалы піскен сәтте сіздер чеснок салсаңыздар, тамағыңыз тіптен дәмді болады. Қазір біз тамаққа дәмдеуіш саламыз. Суымызды құйдық, енді қайнағанын күтемін. Мен көбінесе тамақты пешке істеймін. Өйткені пешке істеген тамақтың дәмі басқаша, ерекше. Газға пісіргеннен қарағанда пешке пісірген тамақ өте дәмді шығады. 100% гарантия. Етіміз міне қайнады. Шамамен етімізді 10-15 минут қайнаттық. Енді қазір күрішімізді саламыз. Себебі бетін баспасақ, асты үстіне отырмасақ, онда бетіндегі күріш піспей қалуы мүмкін. Мінекей тамағымыз пісті. Менің рецебіммен пісірсаңыз, осай күрішіңіз жауыспай дана-дана болып пісады. Мені қолдап, маған лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қоңырау шауына басуды ұмытпаңыздар. Сіздер қолдаған сайын мен одан шабыттана түсемін. Жаңа рецептерде жолыққанша ел аман, жұрт тыныш болсын.